Қайырлы күн, оқушылар. Сабақ тақырыбы аңыз патшайым. Бүгінгі сабақ мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Тыңдалым алды тапсырма. Менен сауал, сізден жауап. Сақ тайпасы туралы не білесіздер? Олар Қазақстанның қай өңірін мекен еткен? Жауаптарыңызды ортаға салсаңыздар. Нақты әлі дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Әлемге даңқы тараған, аузына жұрты қараған, Томирис Сақтың патшасы ержүрек және даражан. Бұл Сұлтан Раевтың Томириске берген бағасы. Ақын өлеңі кімге арналған? Томиристі төмендегі 4 сөздің біреуімен суреттесеңіз, қайсысын таңдар едіңіз? Әрине, 4 сөздің қайсысын таңдасаңыз да, барлығы Томиристің суретін ашып тұрғандай. Томирис батыл, ержүрек, дана патшайым. Тыңдалым тапсырмасы. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Сақ патшайымы Тұмардың есімі ежелгі жазбаларда Томирис деп көрсетілген. Тұмар массагеттердің патшайымы. Скиф халқының көсемі Ишпақайдың ұрпағы. Скифтердің патшасы Мадийдің шөбересі. Массагеттердің патшасы Сыпырдың қызы. Патшайымның анасы Томиристің сәби шағында қайтыс болады. Кішкентай қызды әкесі тәрбиелейді. Томирис бала кезінен әскери іс-қимылмен қару-жарақ пайдаланылатын ортада өскен. Әкесімен бірге жаулардан бірнеше рет қашып құтылған. Ал 5 жасынан бастап асау атқа мініп жүрген. 6 жасында қолына ақинақ, қысқа семсер ұстап, соғыс өнеріне жаттыға бастаған. Парсылардың Кир патшасын жеңген соң, Томиристің аты тарихта қалған. Тыңдалым соңы тапсырма. Сіздерге 3 сөйлем оқимын. Тыңдап болған соң, осы ақпараттардың шын не жалған екенін анықтаңыз. Патшайымның анасы Сыпыр болған. Кішкентай қызды әкесі тәрбиелейді. Сақ патшайымы Тұмардың есімі ежелгі жазбаларда Томирис деп көрсетілген. Барлық балалар дұрыс жауап берді деген ойдамын және сенімдімін. Қысқа және шолу сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.